Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Қайырлы күн. Бүгін үміткер келді, алғашқы өте қуаныштымын. Сіздерге де эфир ұнады деген ойдан. Бірақ қыздар менің көңіл күйімді бұзбақшы болды. Кішкене бұзды, бірақ енді мен қатты мән бермедім. Бірақ ашуға тиді. Енді Камиланың айтқаны енді вообще ол үстімен жай түскендей болды. Мен сен белінен кәдімде қысып алып тарттым ба өзіме, жоқ басқа бірдеңе істедім ба деген сияқты. Сөйтсем енді кішкентай қыз ғой, енді ол мен бүйтіп өткізіп жіберген ғой, жаңағыдай белінен ұстаған шығар мені, бірақ ұстағанда да өйтіп құшақтап, болмаса бір қысып алып, қысқалап деген ондай жоқ. Өткізіп жіберген шығар, может бір тар жол болған шығар. Сондай моментте ғана болмаса, менің ондай әдетім жоқ. Бұл ақталу емес, просто мені сондай жаман қылып көрсетіп қойды. И сол мені кәдімде ашуландырды бағана. Вот соны айта салайын дегенім ғой. Жаман ойда қалмаңыздар, бұл ешқандай ақталу емес. Бірақ енді шын мен өзім қатты ашуланып кеттім. Бұл не істеп қойдым бұларға деген сияқты. Ал Құралайға келсек, Құралаймен мен сұраған рас. Бірақ ешқандай жаман ойсыз, арам ойсыз. Мен енді бүгіннен бастап ойлап отырмын, Құралай маған қадалды ма, значит, ол қыздың бір маған деген ойы бар ма? Жоқ әлде керісінше жаман ойы бар ма, білмеймін. Или мен оған ұнаймын, или ол мені жек көреді деген сияқты. Сол себеп дұрыс жағынан түсініңіздер. Былайынша көңіл күй тамаша. Сіздерге қалай ойларыңызды айтып отырыңыздар. Эфир ұнады ма? Аман болайық. Біз эфирден шықтық. Эфирден шығып үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Жанымда Мақпал бар, аяулым бар. Енді эфирден шығып, бүгін негізі өте күшті эфир болды, көргендеріңіздей. Бұйыртса енді ертең үміткер келетін сияқты маған. Солай сезіп тұрмын. Бұйыртса ертең 12:00-де НТК-мыз қосылу болсын, ұмытпаңыздар. Енді барынша түсіп отыруға тырысамын. Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін барлық тірлікті ыстап тастап, қазір анаммен кездесуге барам. Себебі бүгін менің анамның туған күні. Вот, сестрам екеуміз барайық деп жатырмыз. В общем, пока бүгінге осындай менде. Эфирден үйге енді жеттім. Өте бүгін қызықты эфир болды, насыщенный. Шаршап қалдым өзім. Өздеріңізге қалай, ұнап жатыр ма эфир? Қызықты болып жатыр ма? Егер сіздерге қызықты болып жатса, лайктарыңызды басып, тіркеліп отырыңыздар. Бұдан да қызық болады.